теңіз туралы аңыз. Не болды? Іздеп таптыңдар ма? Жағдайың жақсы ма? Сені сағындым. Біздің әлемде әр гүлдің мағынасы бар. Мына гүлдің аты қандай мағына беретінін білесің бе? Мағынасы қандай екен? Сенде бар, менде жоқ. Естеліктер. Екеуі бірге кіріп кетті ме? Солай ма? Солай ғой. Иә, мырза. Жақсы, бара беріңдер. Керісінше жақсы болды. Әлгі тәңірдің қаһарына ұшыраған құбыжық біздің арамызда жүр. Енді бәрі біздің қолымызда дей берсе де болады. Дұрыс айтасың. Әлде бәрін өзім бірінші бастасам ба? А? Ей, жіберіңдер мені. Жіберіңдер. Ей, ақымақ, неге кіргізбей тұрсаң?
төрлетіңіз. Түн ортасында бұл жерде не істеп жүрсіз? Әлде қонақжайдағы жағдай нашар ма? Айтыңызшы, не істеп жүрсіз? Мені тыңдаңыз. Бұл әрекетіңізбен шектен шығып кеттіңіз. Біздің адамдарымызды айлақта күштеп ұстап, қонақжайдың ақшасын төлеп отырғаныңыз ақылға қонбайды. Бұл жерде жатқанымызға 20 күн болды. Әрі қарай, қалай? Жан сақтарымызды білмей отырмыз. Құрметті қонағым, егер бұл жерден кеткіңіз келсе, алдымен тауарға қатысты біздің талабымызды орындаңыз. Әйтпесе айлап емес, жылдап қалып қаласыз. Осыны түсінетін шығарсыз. Ей, алаяқ неме! Сіздің қалтаңызды толтыру үшін жол жүріп келдік пе? Бұл әрекетіңізбен шектен шығып кеттіңіз. Ертең бұл туралы сарайға жеткізем. Ұқтың ба? Жолыңыз болсын. Бүгін бір олжалы боп қайтсақ. Ей, адам ба? Тоқтай тұр. Ой, өліп қапты. Тез арада хабарла. Тез! Адам өлді! Адам өлді! Не боп қалды екен? Не болды екен? Бойы 17 қарыс, шашының ұзындығы 3 қарыс. Бойынан ешбір жарақат табылмаған. Соны анықтадық. Ер адам. Мүмкін у беріп өлтірген шығар. Аузына күміс салып көрдім. У беріп өлтірсе күмістің түсі өзгерер еді. Бірақ олай болған емес. Бұл бір жұмбақ өлім болды. Халық арасында жүрген су перісінің қарғысы туралы сөздер шындық сияқты. Бұл жағдай ел арасында таралып кетсе, әлгі қарғыс туралы қауесетті тоқтата алмаймыз. Мәйтті бір жерге жерлеңдер. Мүмкін осыдан кейін халықтың қорқынышы басылар. Сіз қалай ойлайсыз? Су перісі емес, халықты үркітіп пайда табатын біреудің кінәсі шығар. Бұл қылмыстың артында кім тұрғанын мен міндетті түрде анықтаймын. Қылмыстың артында кім тұрғаны анықталмағанша бұл мәйтті жерлемейміз. Емші мен тергеу әзірлігі қызметкерлерінің көмегін сұраймын. Тез арада. Ханым келді. Кім келді? Қоңыран, бұл жерге не себепті келдіңіз? Мырза, мына кісі ғибадатхана сәуегейі болады. Бұл кісінің айтуынша қарғыс атқан әлгі су перісі осы уәзірлікте жасырынып отыр дейді. Мәссаған масқара ғой. Сіз де қайдағын айтады екенсіз ғой, бұл қалжың шығар. Сенбейсіз бе? Олай болса, мына үйдің ішін тексеріп шығуға қарсы болмайтын шығарсыз. Есіңіз дұрыс па? Мырза жоқта үйдің ішін тексеруге рұқсат етілмейді. Қазір рұқсат бермесеңіз, мырзам ашуланып жағдайыңыз қиындап кетеді ғой. Мырза! 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 Үйімізге баса көктеп кіріп, су перісін ұстап алып кетеміз деп жатыр. Үйдің ішін тексереміз дейді. Кім болмаса, алғыс айтса болар еді ғой. Тоқтаңыз! Мен үнемі түс көрем. Сол түсімде өзгеше әлемде өмір сүріп жатырмын. Қасында сен де барсың. Сол әлемді бейнелеп салған суретім. Кейде түсімбе, өңімбе деп таң қалған кезімде болады. Әлде болашақтың сәуегейлігі ме? Біле алар емеспін. Бірақ анығы. Болмайды! Жолдан тұрыңыз, ханым!
Қазір болып жатқан жағдайдың бәрі сол кезде қайталанды. Бәрі дәл осылай қайталанатынын түсіндім. Бәрі қайталанады. Бәрі де. Сол оқиғаның бәрі дәл қазіргідей көз алдымда. Көк теңіз туралы аңыз. 22-де 4-ші адам өлтіру қылмысы ісіне қатысты сұрақтарым бар еді. Ішке кірсем бола ма? Сен кімсің? Қазір тергеуді осылай жүргізетін болған ба? Әдетте бір емес екі адам келетін еді ғой. Тергеу жүргізуге рұқсатыңызды көрсетіңіз. Ол да жоқ па? Полиция қызметкер емессің бе? Мұны адам полиция қызметкер емес, тез арада қолға түсіріңіздер. Тоқтаңыз, қазір біреуге жала жабатын жағдайда емессіз. Жаңа ғана полиция қызметкерлер қойған бөгеттердің бәрін бұзып қашып кеткеніңізді ұмыттыңыз ба? Неге бұлай істейсіз? Бөгеттер дейсіз бе? Жақын маңайда адам өлтіру қылмысы болғанын естіп, үйде жалғыз отырған қызымды ойлап жүгіріп келдім. Менің сүйіктім сондай қорқақ еді. Мен қорыққан жоқпын. Жоқ, сен қорқтың ғой. Қорықтым ба? Иә, дәл солай. Рас айтасың ба? Маған сен. Кешіріңіз, жеке құжаттарыңызды бересіз бе? Сізді тексеруіміз қажет. Иә, қазір. Төлқұжат бойынша анықтауыңызды сұрайын. Алыңыз. Есімі Ким Хэн Сонг, нөмірі 870-521. Сен кімсің? Бөгеттерді бұзған көліктің иесі сенсің бе? Иә, дәл өзі. Мен мұн адамды бір жерден көрген сияқтымын ғой. Мырза, Оксу көшесінің бойында күдікті адамды көріпті деген хабар келіп түсті. Оксу көшесінің қай жері? Тезірек. GPS бойынша нақты мекен жайын жіберсін деп айт. Полиция мен өрт сөндіру қызметіне жалған ақпарат беруім соңғы рет 9 жасымда болған еді. Қожуынше сенің кесіріңнен қайтадан балалық шағымда қылмысымды қайталауға мәжбүр болдым. Бәрі сенің кесіріңнен. Ким Хэн Сонг мырзаның жеке іс парағы таза. Полиция бөгеттерін бұзғаныңыз үшін айыппұл төлеуіңіз қажет екенін білетін шығарсыз. Солай емес пе? Иә, әрине, төлеймін, мырза. 2 айдың ішінде төлемесеңіз, сотқа шағымданамыз. Әрине, төлеймін. Суық күні аянбай еңбек етіп жүргеніңіз үшін рахмет. Рұқсат етсеңіз, біз үйімізге кірейік. Жүр, кірейік. Не қып тұрсың? Кірейік. Қорықтың ба? Қорыққан жоқпын деп айттым ғой. Жоқ, сен қорықтың. Жүр, үйге кірейін. Бұл жігітті қайдан көрдім екен? Танисыз ба? Танымасам да жек көріп тұрған себебімді түсіне алар емеспін. Бір көргеннен ақ бетінен бір ұрғым келді. Себебін өзім де біле алмай тұрмын. Неліктен? Қолыңа не болған? Ауырып тұрма? Неге кім көрінгенге? Есікті ашасың. Бұның не? Есікті қағып тұрған соң аштым. Акула емес, адам болғандықтан. Бұл жерге акула неге келеді? Адам акуладан да қауіпті екенін білесің бе? Адам қауіпті дейсің бе? Неге? Бір жылда бір акула 5-6-ға жуық адамды өлтіреді. Ал бір адамның 100-ден астам адамды өлтіре алатынын білмейді екенсің. Осыдан кейін кім қауіпті? Адам ба? Иә, адам акуладан да қауіпті. Сол себепті бейтаныс адам келсе есікті ашпа. Бейтаныс адаммен тіпті сөйлесуге де болмайды. Жунже, қолың ауырып тұрма? Айтқанымды ұмыттың ба? Біреуді қорғамас бұрын алдымен өзіңді қорға. Уайым да дәл солай. Біреуді уайымдамас бұрын өзіңді уайымда. Алдымен өз қауіпсіздігіңді ойла деймін.
Соңғы кездер маған не болып жүрген түсінбеймін. Мен шаршадым. Жунже, сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Тағы да не болды? Мынаның ішіндегі кішкентай адамдар қайда кетіп қалды? Не? Мынаның ішінде ме? Оларға шықсын деп айта алмайсың ба? Шық деп айтайын ба? Иә. Жаңа сенің әкең деді де. Бір қыздың дауысы келесі аптада кездескенше деп бітіп қалды. Әкесі кім екенін білгім кеп тұр. Білгім келіп тұр дейсің бе? Кім екенін сұрап берейін бе? Сонда? Иә. Рас па, ол адамдар танисың ба? Әрине, олар да біздің үйімізде тұрып жатқандардың біреуі. Мен білмегендігім білет. Рас па? Қазір сұрап білемін. Алло? Иә, бәрі жақсы ма? Бұл мен үйдің иесімін. Не? Қайдағы үйдің иесі? Неге рұқсат сұрамай, үйге кіріп кеттің? Не деп Соны отырсың? Тым болмаса алдымен менен рұқсат сұрауыңыз керек еді ғой. Қайдағы рұқсат? Келген себебіңді айт. Неге келдің? Бұл қай сандырағың? Сен ішіп алғансың ба? Қане айт. Сенің әкең кім? Айт. Әкем? Тағы да қайта бастадың ба? Жетім өскеніңді ұмыттың ба? Солай ма? Жақсы, түсіндім, жақсы. Не дейді? Алдымен өзің айт. Не? Нені айтуым керек? Испанияда қалай кездесің? Ол жақта не болған? Неге есіме түсіре алмай жүрмін? Қане? Бар шындықты айт. Алдымен өзің айтсаң болмай ма? Жоқ, болмайды. Неге айтуым керек? Алғанды білсең, бергенді де білуің керек. Алыс беріс. Өзің айтпасаң, мен де саған ештеңе айтпайым. Өзің ғана айтып берсең болмай ма? Болмайды. Тегін ештеңе де істемеймін. Олай болса, мен келесі аптаға дейін күте тұрам. Мен де шыдамдымын. Солай ма? Ей. Сен шыдамды болсаң, мен шыдамсызбын. Күте алмайым. Мен тыңда. Сен үшін келесі апта бұл ертең. Ертең маған бар шындықты айтып бермесең, бұл жерден кетесің. Ертең. Бұл қалай болғаны? Хуахендоңдағы жағдай сенің істегенің бе? Жоқ, деп айтсам да сенбейсің, бірақ расында да мен емес. Шу шығармай, менің айтқанымды орында. Менің қолымда не барын әлде қайта есіңе түсірейін бе? Жунже қайда? Таптың ба? Жунженің мекен жайын жібер. Тездет. Апа, не істеп тұрсыз? Сен әлі ұйықтамағанбысың? Жұмыс істеп отырып, қарным ашып кетті. Жейтін бірдеңе бар ма? Әрине, қазір әзірлеп беремін. Рахмет. Апа, өзің жасаған сэндвичті жегім келіп тұр. Солай ма? Қазір тез әзірлеп беремін. Апа, дайындап жатырсыз ба? Қазір ұлым, тез дайындап берем. Сәл шыдай тұр. Айтпақшы апа, жаңа телефоныңыз шырылдағандай болды. Солай ма? Құдайым-ау, не істеді? Қап,
Суға батып кетті. Қап, Абай болмайсың ба? кешіріңіз. Апа, одан да телефоныңызды ауыстырыңыз. Қазір мұндай телефонды ешкім ұстамайды. Мен сізге соңғы үлгісін алып берейін. Жақсы ма? Соңғы үлгісін. Келісесіз бе? Бұл кім? Сен бе? Көріп қойдың ба? Маған назар аударма. Сені көргім келген соң келдім. Ей, әрі бар. Өз бөлмеңе бар. Бар дедім ғой. Зәремді ұшырдың ғой. Достарың үйге келмей ме? Бүгін үйге келмейді. Сонда қазір үйде екеуміз ғана ма? Мұна күлкін қандай қорқынышты еді? Кетесің бе жоқ па? Кет дедім ғой. Маған назар аудармай қой деп айттым ғой. Осы жерден қарап тұрған қызық екен. Сен де қасыма келші. Көзіңді жұмып ұйықтай бер. Мені байқамағандай жата берсең болғаны. Құрып кеткір біреудің қарап тұрғанын біліп тұрмын ғой. Сені қалайша байқамай ұйықтай берем? Ұйықтай алмайсың ба? Олай болса қасыңа барайын ба? Барайын ба? Жарайд, қасыңа барып отырайын. Қазір, күте тұр. Кел, қасыма кел. Қасыма жақындасаң, ертең үйден кетесің. Қасыма келсең сені бірден үйден қуып шығам. Кел дедім ғой. Жауып қой. Неткен қорқыныш деді. Ертеңгі күн болмай қойса екен. Неге келдің? Әлі осында екенсің ғой. Жунже үйде ме? Жунже танымайтын адамға есікті ашпа деп ескерткен. Мен бейтаныс адам емеспін. Ей, мұның не? Мен үшін бейтаныс адамсың. Бұл сенің үйің бе? Мен Жунжемен кездесуге келдім. Солай ма? Кір. Неге жерде жатырсың? Неге жатсың? Кірсеңші. Айтып тұрғанын қараш. Жунже қайда? Шығып кеткен, қазір келет. Намду аға мен Тео қайда? Олар келген жоқ. Кешеден бері жоқ. Осылай келмей қойса жақсы болар еді. Сонда екеуің кеше жалғыз болдыңдар ма? Иә. Солай ма? Мені жақсылап тыңда. Жунже екеуміз көп ұзамай үйленеміз. Үйлену деген не? Үйлену деген сүйген адамыңмен бір үйде тұру. Бір-біріне қамқор болып, көмектесіп бірге болу. Қазір Жунже екеуміз бірге тұрып жүргендей ме?
Жоқ, олай емес. Сенің қазіргі істеп жүргенің үйлену емес. Үйді басып алу нағыз жатып ішердің қылығы. Жатып ішер деген кім? Ешбір ақысыз, төлемсіз біреудің үйіне басып кіріп, тегін тамақ ішіп, тегін тұрып жатырсың. Ол аздай кенедей қадалып, Жунженің қанын ішіп мазасын алып жүрсің. Жатып ішердің тірлігі деген осы. Енді айтқанымды түсінген боларсың. Жатып ішер деген осы. Қанын іштім дейсің бе? Мен онда істеген жоқпын. Жоқ. Қанын іштің дегенім тура мағынада емес. Өзің сөз түсінбейді екенсің. Жарайды, жай айтқанды түсінбесең басқаша түсіндірейін. Бұл үйден кет. Бәрінің саған айтқысы келіп жүргені осы сөз. Тез арада бұл үйден кет. Ей, мұның не? Құтырған иттей, бұл не істегенің? Істегенің қалай деймін? Қатты ұрыспашы. Мен қорқып кеткен соң айғайладым. Тістегені ауырғанда жоқ. Көзіме қарауға, қалай дәтің барды? Шия маған бұл үйден кет деп айтты ғой. Жоқ, олай емес. Онсыз да кетесің ғой. Бүгін шындықты айтпасаң, бұл үйден кетесің. Не дейсің? Саған қандай шындықты айту керек? Кейін білерсің. Тұр, көлік жүргізе аласың ба? Таксимен қайтайын. Жүр, таксиге отырғызып жіберем. Ал сен, мен келгенше дайын отыр. Көлігімді кейін алып кетермін. Соңғы кездері қандай жұмыспен айналысып жүргенімді білесің бе? Теңіз жағажайынан 1000 жылдан асқан бұйымдарды тауып алдық. Ондай бұйымдарды бұрын соңды кездестірмегенмін. Көресің бе? Отыр. Білесің бе? Алғашқы қар жауған кезде ғашықтар бір-біріне сезімдерін білдірсе, махаббаттары мәңгі болады дейді. Солай ма? Білген жоқпын. Рас екен ғой. Қарап отырғанын қараш, ұялмайды екен. Мүлдем ұяты жоқ. Күйіп барады. Бергел.
Же, ыстық. Болды, жей бер. Тойдың ба? Қолыңды бер. Мынау ұял телефон. Ұял телефонның не екенін білетін шығарсың. Мынаған қара. Міне. Бір деген санды бассаң, маған қоңырау соғасың. Бірақ қалаған кезінде қоңырау соғып, мазамды алушы болма, тек шұғыл кезде хабарласасың. Ал мынау қазір. Мынау көлік картасы. Болды. Енді өз жөніңмен бара бер. Бар. Сонда менімен қоштасып отырсың ба? Иә. Кеше уәде берген едің ғой. Сен өзі уәде дегенің не екенін білесің бе? Адамдар неге уәде береді? Орындау үшін. Дұрыс айтасың. Орындау үшін бе? Біледі екенсің ғой. Саған басқа айтар сөзім жоқ. Өз жолыңмен кете бер. Сен де маған бір уәде бер. Мен неге уәде берем? Мен уәде берсем, сен де беруің керек. Сонда қандай уәде беруім керек? Біз келесі жолы алғашқы қарда кездесейікші. Ей, келесі жолы кездесудің қандай қажеті бар? Алғашқы қар жауғанда саған айтар сөзім бар еді. Не айтпақшысың? Қазір айта бер. Қазір? Жоқ, қазір айта алмайым. Келесі жолы мына жақта кездескенде, әне, ана жақта айтам, жарай ма? Не? Намсанда ма? Иә, сол жақта кездесейік. Жоқ. Алғаш қар жауғанда ол жерде адам көп болады. Көлік кептелісі де басталып кетеді. Мен ол жаққа бармайым. Саған міндетті түрде айтуым қажет. Сол уәдеңді берсең, онда кетем. Жарайды. Жарайды. Енді бар. Неге жүрмей тұрсың? Кетпейсің бе? Қайда барарыңды, кіммен кездесеріңді білуім қажет. Сенің кім екеніңді анықтауым керек. Қимылдасаңшы енді. Қимылда! Болсаңшы! Қорықпаңдар. Сендерді жемеймін. Бұл жерге қайдан келдіңдер? Сол жақтан ба?
Ол жерде мен де болғанмын. Суы жақсы жер. Алып киттерді де бірнеше рет кездестіргенмін. Өкініп жүрсіңдер ме? Солай ма? Мен де өкініп жүрмін. Бір адам үшін алыстан келген едім. Маған көп нәрсе қажет емес. Тек бір үйде бірге тұрсам деп едім. Сізге бірдеңе берейін бе? Сау болыңдар. Осындай суық күні далаға қуып жібердің бе? Күн суық деп кім айтты? Бүгін Сеулде күн ерекше суық болып тұр. Сонда не істеуім керек еді өмір бойы? Қасымда ертіп жүруім керек пе? Ақмақ неме? Сөйлеп тұрғанын қараш. Кеше ғана қасымда қал дегенге қарамай есің ауысқандай жүгіріп едің ғой. Ал бүгін неге күн суықта үйден қуып жібердің? Кеше қауіп төніп тұрған соң келдім. Далада қауіпті емес пе? Нағыз қауіп далада шығар. Көшедегі зорлық зомбылықтың саны күн сайын өсіп барады. Жарайды, болды, жетер енді. Мен оның туысқаны емеспін. Ол қыздың туысқаны болмасаң да сенің қолыңа 60 миллионның білезігін тағып кеткен періштедей қыз екенін ұмытпа. Әлде ұмыттың ба? Ей, сен неге қарайсың? Аларыңды алып, далаға қуып жібергенің ұят болған екен. Қалтасында ақшасы жоқ екенін білесің. Тіпті ақыл есін білмейтін қыз ғой. Қап. Каңнамда не істеп жүр? Қайда кеттің? Каңнамға. Қазір Каңнамға барып қыдыратын кез емес. Келесі жобамызға лайықты адам таңдап қойдым. Жоғарғы оқу орнын әзер бітірген түлектер қатарында жүрсе де, көлігінің сыртында Гарвард университетінің белгісін тағып жүретін әйел. Жоқ, сондай ата-ананың балалары менің баламның сыныбында оқиды дегенге сене алар емеспін. Әке шешесі жалдамалы пәтерде тұратын балалармен бірге оқиды дегенін қалай? Сене алар емеспін. Әр бала өзіне лайықты ортада өсуі керек қой. Баласының оқуына жауапкершілікпен қарайтын, тіпті баласының араласып жүрген ортасына да көңіл бөлетін әйел. Иті үшін айына 500 мың вон ақша жұмсайтын. Неге қарап тұрсың? Сол себепті итінің атын 500 деп қойған, соған қарамастан далаға бір тиын босқа шашпайтын әйелдер қатарынан. Күйеуінің компаниясының есеп бөлімін өз жағына тартып алып, күйеуінен жасырып қаражат жинап алған. Қош келдіңіз. Біздің дүкенге бірінші рет келдіңіз бе, ханым? Тәте, мына итті көтеріп менің сөмкемді беріңіз. Жақсы. Сәлеметсіз бе, ханым? Итіңіз ауырып қалды ма? Юран, Иә. мен қазір дүкенге барам. Киімдерімнің бәрін ауыстырам. Ал мыналарды тастай салыңыз. Мынаның ішінде тіпті жаңа киімдер бар ғой. Жарайды. Қызметшісіз ғой. Киіп алған киіміңіз не? Менің киіміме не бопты? Сұрақ қойған кезде жауап беріңіз. Өзіме қайта сұрақ қоймай. Мәссаған, көзіме тік қарап тұрғаныңыз қалай? Бұлай қарамаңыз. Не? Жақтырмай тұрсыз ба? Олай болса, ұзақ сөйлесудің де қажеті жоқ. Жақсы, сау болыңыз. Ханым, келіп отырыңыз. Жоқ, кешіріңіз, асығыс едім. Өткен жолғы тамағыңызға алғыс айтқалы келдім. Бәрі көңіліңізден шықты ма? Күйеуімнің соңғы кездері тамаққа тәбеті болмай жүрген еді. Бірақ сіздің тамағыңызды жақсы жеп алды. Тамағыңыз көңілден шықты. Рахмет сізге көп-көп. Солай ма? Қуаныштымын. Қанша қажет болса да әзірлеп береміз.
Жолыңыздан қалмаңыз. Келесі жолы асықпай келіп шай ішіп кетіңіз. Жақсы. Сау болыңыз. Келе жатырсыз ба? Иә, сөмкемді жинастырып кетемін. Қайда кетпексіз? Кет деп айттыңыз ғой. Қоқыс тастау үшін далаға шығу керек емес пе? Енді киімдердің бәрін үйдегі қоқысқа тастамайсыз ғой. Қоқыс тастап келіңіз деген едім. Қоқысты тастап қайтып келіңіз деудің орнына солай айттым. Бар болғаны сол. Бұл қай мазағыңыз? Көзіме тіке қарадыңыз деп, мына киіміңіз не деп үйден қуып шықтыңыз ғой. Көзіме тік қарап тұра берсеңіз мойныңыз ауырып қалады ғой. Өзіңізді шаршатпай, сәл төмен қарап тұрсаңыз болады. Сол мағынада айттым. Ал киіміңізге тиісейін деп сұраған жоқпын. Өзіңізге жарасып тұрғанын байқап, қайдан сатып алғаныңызды білгім келді. Ол сөзге неге ренжисіз? Ренжітіп алсам кешіріңіз. Кешіріңіз енді. Оған ренжудің қажеті жоқ. Ұзақ сөйлесудің қажеті жоқ деген сөзіңіз? Тезірек қоқысты тастап келіңіз, содан кейін әңгімеңізді жалғастырармыз деп айтқым келді. Енді әрбір сөзіме абай болам. Менің сөзімді келесі жолы дұрыс түсінерсіз деп ойлаймын. Өзімді енді байқап сөйлеймін ғой. Жақсы ма? Солай істемесем болмас. Мен сіздің сөздеріңізді қате түсініп қалғанмын ғой. Алдағы уақыт арамызда түсінбестіктер болмайды деп сенем. Шай ішіп алып гүлдер жәрмеңкесіне барып қайтайық. Солай істесек дұрыс болар. Қалай қарайсыз? Сол жігіттің сені үйінен қуып шықты ма? Қуып шыққан жоқ, кет деп айтты. Енді қуып шыққан сол ғой. Бірақ біз келесі жолы кездесеміз деп уәделестік. Қашан кездессеңдер де сол уақытқа дейін баспанасыз адамның күйін кешетін болдың. Мына суық күні үйден қуып несі бар еді. Қоқыстардың арасынан тоңазытқыштың қорабын көрсең алып қой. Содан жылы нәрсе таба алмайсың. Жақсы. Мыналарға қараш. Қарап қызығып тұрған шығарсың, иә? Менің де үйім болса ғой. Бірақ бұлардың өз үйлері жоқ. Бәрі банктың үйлері. Бұларда бізден еш айырмашылық жоқ, қайыршылар. Я үйлері бар болса да жоқ адамдар. Еңселер түсіп кеткен көрдің бе? Қайыршылар деңіз. Осыларға қарап өзімді кедей емес бай адам сезінем. Себебі біздің банк алдында қарыз ақшамыз жоқ. Бізге тамақ, жылу болса болған. Жунжеде сол сияқты ақша дей береді екен ғой. Бізге тамақ, жылу болса болғаны. Бар байлығымыз осы. Қарнымыз тойса болды. Мынаның бәрі неге тастады екен, а? Мынаны қараш, бәрі жап-жаңа. Неге тастады, а? Ал ақшаны қалай табуға болады? Ақша дейсің бе? Ұстап көргің келе ме? Ақшаны. Мына қағазды адамдардың қолына ұстасаң болғаны? Жақсы. Ақша қолыңа оп-оңай түседі. Қара, күн суық болған соң адамдардың бәр қолдарын қалталарына салып алған. Иә. Сенің басты мақсатың қалталарынан қолдарын шығартқызу. Түсіндің бе? Иә. Осылай істейсің міне. Жақсылап қара. Иә. Бұл жерде ең бастысы қолдың қимылы. Иә. Міне алған жоқ. Иә. Бұған уайымдаудың қажеті жоқ. Келесі адам алады деп үміттену керек. Қазір қарап тұр. Бір орында 2 секундта артық тұрма. Иә, адамдар алмай жатыр. Шаршап кеттім деп бір адамға бірнеше қағаз беріп жіберуге болмайды. Бастық бәрін қарап отырған ұмытпа. Түсіндің бе? Иә. Сен ақша таппайсың ба? Маған суықтан қорқайтын, қораппен қарным тоятындай азғантай тамақ болса болғаны. Ал ақша деген керек емес. Маған керек емес. Ал мен ақша табам. Ақша тауып, сүйіктім Хожунжеге берем. Мұнаны қара. Қайда кетті деп ойласам осында екен ғой.
Әй, ақмақ қыз. Сен өзі жұмыс істей аласың ба, жоқ па? Бір орында тұрғаныңа қанша уақыт болды? Егер бұлай жұмыс істесең, саған ақша төлемеймін. Сәлеметсіздер ме? Көлік тұрағының басқармасы ма? Көлікті дұрыс қоймаған жайлы хабарлайын деп ем. Тоқтаңыздар, ей, тоқтаңыздар! Бұларыңыз не? Тоқтаңыздар! Тоқтаңыздар! Сендерге де берейін бе? Әпке, бізге беріңіз. Монша туралы жарнаманы беріңіз. Я маған да беріңіз. Әрине берем. Маған да. Маған да беріңізші. Маған да беріңізші. Жарайсыңдар. Маған да біреуін. 2 қағазға 1000 вон деп жаңа айттым ғой. 2000 вон алғың келсе, тағы да 2 алып кел. Рас айтасыз ба? Тезірек бар. Тек Моншаның жарнамасын алып кел дедім ғой. Ей, мұнаны алып келгенің не? Мені алдайын дедің бе? Бар, тағы да алып кел, бол тез. Бар. Интернет кафеге барғыларың келе ме? Күн суықта қарның ашқан шығар. Мынаны жеп ал. Мынау да сізге. Жақсы. Енді жылы болды. Үйленейін деп жүрген қызың ба? Жоқ. Әлде саған қарамай жүрген қыз ба? Олай емес. Өтірік айтпа, бәрін түсініп қойдым. Ал іске сәт, мүмкін осы жолың болар. Кешіріңіз. Сіз менің талғамымдағы қыз екенсіз. Ұялы телефоныңыздың нөмірін бере аласыз ба? Телефоныңыз бар ма? Телефон. Ұялы телефон? Телефон. Чимчон, Жунже? саған бір нәрсе айтуға ұмытып кетіппін. Егер бейтаныс адам сенің ұялы телефоныңның нөмірін сұраса, беруші болма. Түсіндің бе? Неге? Түсінген жоқсың ба? Олардың бәрі жаман адам. Жақсы тістей алатыныңды ұмытқан жоқсың ба? Егер сондай адам қасыңа жолайтын болса, бірден тістеп ал. Кешіріңіз. Жунже, ал сен қайдасың? Мен бе? Мен алыстамын. Хожунже? Сен екенсің ғой, осында болып едің. Қайдан жүрсің? Иә, ал сен бұл жерге неге келдің? Менімен кездесуге келдің бе? Жоқ, қайдағы. Мен жай осы жерден өтіп бара жатқам. Мүмкін сен менің соңымнан аңдып жүрген шығарсың. Жоқ, олай емес. Рас айтам, олай емес. Бірақ Сеул қаласы үлкен болып көрінгенмен, шын мәнде алақандай ақ. Көп адамдар жүретін көшеге шығып қалсаң болды, әйтеуір бір танысыңды кездестіресің. Сонда біз тағы да кездесе аламыз ба? Білмеймін. Ол жағын уақыт көрсетеді. Жарайды, жұмыстарым бар, мен кетейін. Хожунже! Ей, менің атымды атап шақырма деп қанша рет айтам? Жунже, мен ақша тауып жатырмын. Көп ақша тауып, соның бәрін саған берем. Жиырма 07:08 бөлімі адвокаттық бөлімге қосылды. Бірақ әлде келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Бір шешімге келген соң сізге хабарлаймыз.
Иә. Бәрін өзің ретке келтіресің ғой. Үйге қайтасың ба? Жоқ, менің кездесуім бар еді. Иә. Неге жұқа киініп алғансың? Күн суықта жылы киініп жүр. Әке, Жунжені сағынып жүрсіз бе? 날도 추워지니까 Күн суықта Жунженің не істеп жүргенін білгіңіз келетін шығар. Үйге қайтып келетін кезі болды ғой. Қайда жүргенін біліп көрейін бе? 제가 한번 찾아볼게요. Керек пе? Жоқ, керек емес. Сен араласпай-ақ қой. Намырзаға бұл істі тапсырып қойғанмын. Солай ма? Сонда да уайымдап сұрағаның үшін рахмет. Қалайша сұрамайын, әке. 근데 아버지 Жунжені іздеп жүргеніңізді апама айтпағаныңыз дұрыс болатын сияқты. Неге? Жай. Тағы да мына бас киімді киіп алғансыз ба? Мені танып қойды. Сеул қаласындағы кешкі ауа райы күрт өзгеріп, жаңбыр жауады. Жаңбыр соңы қарға ұласуы мүмкін. Бұл Сеул қаласындағы биылғы жылғы алғашқы қар болмақ. Кешкі көлік кептелісінен абай болыңыздар. 설레이는 소년처럼 얼굴을 붉힌 내 모습 너에게 들킬 것만 같아 망설이며 너의 얼굴 몰래 훔쳐보네 바람결에 흩날리는 머리칼새로 반짝이는 눈빛 잠이 들 때마다 생각하던 이슬처럼 맑은 너의 Сіз бе? Әпке, бұл жерде не істеп жүрсіз? Тағы да балалардың тамағын тартып алайын деп тұрсыз ба? Жоқ. Ақша тауып жүрмін. Бұл алғашқы қар. Иә, биылғы жылғы алғашқы қар. Қар жауғанның несі жақсы? Көлік кептелісі басталып кетеді. Тез арада Намсанға баруым керек, енді не істеймін? Жунжемен кездесуге барасыз ба? Қайдан біліп қойдың? Жаңа ғана өзіңіз айттыңыз ғой, Жунжемен кездесуім керек деп. Естіп қойдың ба? Менің ішкі даусымды адамдар ести алмайды ғой. Ол жағын мен қайдан білейін? Ақшаңыз бар болса таксимен барыңыз, жоқ болса автобуспен барыңыз. Солай істеңіз. Көп рахмет. Кездескенше. Маған не болып жүр өзі? Әлгі ақмақ қыз пайда болғалы бері өз-өзімді танымай жүрмін. 가슴 속을 무겁게 Оу. Айтар сөзі бар болса телефонмен айтуға болады. Кездесіп айтуға болады. Ол жаққа неге кел деп айтты екен? Осыдан маңызды бірдеңе айтпаса көрсетем. Оу, қайда асығып бара жатыр өзі?
Хожунже, күт мені. 느끼지 못하는 어두운 슬픔과 그늘들이 가슴 속을 무겁게 해. Күн неткен суық ет қайда жүр өзі? Бесінші бөлімнің соңы. Фильм шаһар телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды.